Қазақстандағы ең әдемі ауылға келдім. Бұл Алтайдың баурайында екі өзеннің тоғысында орналасқан Берел. Туристер жазын ұнатады, ал мен нағыз қысты көрсем деп келдім. Іздегенге сұраған демекші аязға тап болдым. Қалың қар жауып, ауыл іші ертегіге айналды. Біз қонған үйдің артын қараңыздаршы. Қандай ғажап көрініс. Мынаны көріп, аузымыз ашылып қалды. Мына үй сәл биігірек орналасқан, тоғай алақандағыдай көрініп тұр. Ауа қандай тап-таза, саф ауа. Бұл жақтың тұрғындарын нағыз еңбекқор жандар дер едім. Өйткені Берелде 6 ай қыс болады, ал жазы сол қысқа дайындықпен өтеді. Биылғы жылы ноябрьдің 5-і күні толық мал қораға тұрды шөпке. Содан енді майдың басына дейін ғой, малдың қорада тұратын уақыт. Біздің қысты көріпсіңдер, міне қар бір бастап алса, недәуірден басады. Содан 2-3 күн қармен алысуға тура келеді. 60-70 сантиметр деп тұрды соңғы жауған қар. Сол 2 күнде жауған қар ғой. Ауылдың дәл іргесінде патшалар алқабы атанған жазық жатыр. Қазба жұмыстары кезінде табылған жәдігер көп, соған байланысты мұражайда істеп тұр. Мен Қазақстан мен әлемді аралап жүрген саяхатшымын. Парақшама жазылып қойыңыз.